Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, балық сүйер қауым, міне бүгін октябрьдің басы болды. Күн бұлттанып, жаңбыр жаумай тұр, бірақ әлі бүгін міне бізде кезектегі балық десем болады, бірақ бұны ұстап алып келген жоқпын. Сатып алдым. 2 килограммдық бір сазан, примерно 700 граммдықтан 2 сазан өзіміз отбасымызбен қуырып, дайындап, жейік деп, сол осы бір сазанды керемет дәмді қылып дайындауды сіздермен бір бөлісейін деп отырмын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, ұнаса комментарий жазып кетіңіздер. Міне балықтарымызды тазаладық, іші сыртының бәрін. Енді қазір от жағамыз. Арғаратай тәпіштеп түсіндіретін боламын. Отты дәл осылай қыздырып тұрып жағасыз, қазанды майды аямай қыздырасыздар. Өйстіп тұрып аямай қуырасыздар. Жәнін шығартып тұрып. Мен шуылдап жүріп, мариновкасын жасау түсірудің кеттім. Короче, түсіндіре салайын. Сметананы аласыз. Содан кейін жаңа обычный шашликке қосатын приправаны араластырасыз. Сосын көкөністердің құрғатылған түрінен араластырасыз, көптеп, әдемілеп, дәмін шығарып тұрып. Сосын жарты сағатқа мариновать етіп қоясыз балықты. Жарты сағаттан кейін бүйтіп духовкаға салып қоясыз. Фольгамен орайсыз. Астына фольга, үстіне фольга. Фольганы сұйық маймен майлап алуды ұмытпаңыздар. Қазір піскенде тағы көрсете жатармын. Ой, күйе болам. Ас болсын. Серке берем деп тоқты берем. Серке берем деп тоқты берді, міне. Дәл осылай піседі, керемет. Папа, күшті ма? Соңғы балықтың піскен видеосын түсірем деп мүлдем есімнен шығып кетті. Әйтеуір түсіріп үлгердім. Сіздер де солай істеп жеңіздер, өте дәмді болады. Бірінші қуырып аласыз жақсылап. Екінші мәрте сметана, жаңағы для шашлыкқа деген приправа. Сосын қарабұрыш, анау-мынау тұзыңызды дәмдеп, дәміне қарай қосасыз, сметанаға араластырып. Сосын сыртына жағасыз жақсылап, помидор болса помидор турап жіберіп, арасына салып жіберіп, содан кейін бар духовкаға бір жарты сағатқа қойып аласыз. Керемет болады, керемет. Тіптен өте дәмді болады. Ал келесі балықта кездескенше аман болыңыздар.